38-39 тақырып қазақ халқының этногенезі. Этнос гректің халық сөзінен шыққан. Этногенез ұғымы халықтың құрылу үдерісін білдіреді. Адамдардың ортақ белгілері тіл мен мәдениеті болу үшін олар бір-бірімен үздіксіз және ұзақ қарым-қатынас жасауы тиіс. Ал бұл біртұтас аумақтағы тайпалардың бірігу жағдайында ғана жүзеге асады. Қазақстан аумағындағы халықтың құрылу үдерісін үнді европалық және түркілік кезеңдерге бөлуге болады. Бірінші кезең қола және темір дәуірлерін қамтиды. Бұл кезеңде Қазақстанның ғана емес, Евразияның біраз бөлігінің тұрғындары үнді европалық тіл тобына кірді. Тайпалардың сырт келбетінен европалық белгілер айқын білінді. Қазақстан жерінде қола дәуірінде өмір сүрген андрон тайпалары қазақтардың ертедегі ата-бабалары. Олар қазақ халқы қалыптасуының негізін қалайды. Алайда ерте темір дәуірі кезеңінде Қазақстанның ежелгі тайпалардың келбетіне моңғол өңдес белгілері ене бастады. Бұл Қазақстан аумағына ғұндардың қоныс аударуымен байланысты еді. Қазақстанда этникалық үдерістердің екінші кезеңі түркілердің біздің заманымыздың бірінші мыңжылдығы ортасынан бастап жаппай қоныстануымен байланысты. Қазақстан аумағында бірнеше түркі мемлекеттерінің құрылуы тұрғындардың келбетінде моңғол тектес белгілерінің көбеюіне және түркі тілінің тарауына ықпал етті. 13 ғасырдың басына қарай тұрғындардың бірігу үдерісіне біріншіден ерте феодалдық мемлекеттердің құрылуы, екіншіден шаруашылық пен мәдениеттің ортақтығы, үшіншіден түркі тілінің басымдық етуі, төртіншіден көшпелі мал шаруашылығының, отырықшы егіншілік пен қала мәдениетінің дамуы ықпал етті. Қазақстан аумағында түрлі кезеңде өмір сүрген андрондықтар, сақтар, үйсіндер, қаңлылар, ғұндар, түркі тайпалары қазақ ұлысының этникалық негізін құрайды. Этностың қалыптасу үдерісі моңғол шапқыншылығына байланысты тежелді. Моңғол шапқыншылығынан кейін Қазақстан аумағында тайпалар мен халықтардың одан әрі бірігу үдерісі жалғасады. Сол кезеңде біздің жерде Ақ Орда, Әбілқайыр хандығы, Ноғай ордасы, Моғолстан мемлекеттері құрылады. Олар этникалық жағынан тайпалардың аумақтарын біріктіріп, барлық өмір саласында өзара ықпалдасу үдерісін жүргізеді. Бұл мемлекеттер тайпалардың ортақ экономикасы мен мәдениеттің дамуын қамтамасыз етті. 14-15 ғасырларда қазақ тілі қалыптасты. Тұрғындар бірыңғай антропологиялық түрге ие болды. 15 ғасырдың екінші жартысы, 16 ғасырда негізгі түркі тайпаларының біртұтас қазақ хандығына бірігуімен қазақ халқының қалыптасуы аяқталады. Халық өзінің қазіргі атын неліктен осылай атаған? Орысты орыс, украинды украин, қазақты қазақ деп атауға қандай сыр бар? Қазақ этнонимін анықтау зерттеушілер арасында көп тартыс қалып келеді. Қазақ сөзінің пайда болуы туралы түрлі пікірлер бар. Араб қыпшақ сөздігінде еркін, кезбе, Алтай және Сібір халықтарында мықты, берік, алып, түркі тіліндегі деректерде еркіндік, аңсаушы, батыл деген мағына білдіреді. Қазақ хандығы тарихын зерттеушілердің пікірінше, қазақ түркі сөзі бастапқыда ол ерікті, еркін деген мағынада қолданылады. Қазақ сөзі өз ортасынан немесе мемлекетінен бөлектеніп, тәуелсіз өмір сүрген еркін адамды білдірген. 15 ғасырдың ортасында 1459-1460 жылдары
Жәнібек пен Керей сұлтандар бастаған тайпалар өзбек ұлысынан жетісуға көшеді. Бұл оқиға қазақ халқының қалыптасу үдерісінде ерекше маңызды рөл атқарады. Сонымен 6 ғасырдың ортасынан бастап Орталық Азия кеңістігіндегі түркілердің қатысуымен өткен этникалық үдерістер 1000 жылға жуық жалғасты. Соның нәтижесінде қазақ этносы қалыптасып, ұлы дала тұрғындары қазақ атала бастады.